Кейде адам баласы баршамызға белгілі, кейде көпшілік отбасын, кей отбасылар байқаймыз, жаңағы жетімханаға барып, балдарды асырап алады. Енді асырап алған уақытта адам әртүрлі ниетпен асырайды екен да. Бұл қалай, бірі қызметші қыламын, үйдің жұмысын істетемін. Екіншісі, мен бұл баланы иншалла иманды қылып тәрбиелеп, ата-анасын жоқтығымен білдірмеймін. Алла қаласа азамат қылып, немесе азамат жағып өсіріп тәрбиелеймін деп ниет қылады екен да. Екіншісінің пайдасы бар, біріншінің пайдасы жоқ екен да. Өйткені қазақ айтып, Алла Тағала Құранда айтып жатыр ғой, жетімдерге хақысын толық бер, оның хақысын жеме. Мына аятта келіп тұрған нәрсе, кейде мынау кейбір жас балдардың ата-анасы ерте қайтып кетеді. Ата-анасынан көп дүние қалады, мал мүлік қалады. Кейде сол мал мүлікке де қызығып, ана баланы мен өз қамқорлығыма алам деп, баланы емес дүниені көздейтіндер бар, Құдай сақтасын. Мұны соған айтып жатыр да. Алла Субхану ва Тағала сендерге берген жақсы несібелерді жаңағыдай жетімнің малын араластырып жамандамаңдар. Араластырмаңдар екеуін бірге. Ол күнә деп жатыр да. Сол үшін құрметті ағайын, жетімге қараған уақытта Алла разылығы үшін деп қарау керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мереке айт мерекесінде бір жас сәбидің жылап отырғанын көрді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы сәбиге барды, не қылып жылап жатсың деді. Неге жылап жатсың деген уақытта, бала, мен әке-шешем жоқ. Мен әке-шешем болғанда мен де мына балдар секілді ойнайтын едім, күлетін едім. Бірақ мен әке-шешем жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен сенің әкең болайын, Айша сенің анаң болсын деді. Бола ма деді. Жас бала емес пе, қарап тұрып, сіз маған түйе әпере аласыз ба деп айтты да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не қылды? Өзі түйе болып, жаңағы жетім баланың көңілін аулаған екен да. Дініміз қандай да. Алла Субхану ва Тағала Құран-ы Кәримде айтады ғой, «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Расында сіздерге Алланың елшісінде көркем өнегелер бар деді пайғамбарымызда. Өнегеде қараңыз. Бір нәрсеге өзі бұйырып тұрма, және оған амал етіп тұр да. Кәдім бізде былай тіземізбен қолмен жүреміз ғой. Сөйтіп, ана жас баланың көңілін аулау үшін не қылды? Түйенің былайша түйе болды былай айтқан уақытта. Ана бала күліп, ойнағаннан кейін не қылды? Баланың үстінен түсірді, қараңыздар да. Бұл пайғамбарымыздың іс-әрекеті. Қандай жетімге көңіл бөлудің үлгісі да бұл.